Атырау қаласының бас имамы анаша шегеді екен, анашамен қосып насыбай шегеді екен, жеңіл жүсті қыздарға барады екен деген болды. Сол анамның топырағы суымай жатып, үлкен тепкі болды. Бірақ бұл әңгіменің шығуына негіз бар шығар деп ойлаймын. Сүйек менікі, еті сіздікі деп айтып кетті. Әлі есімде сол. Шыбықпен құйрықтан бір ағырған уақытында қашып кетті. Денем шымырлап кетті, шын айтайын. Әрине қиын жағдай болды. Бастысы да осы еді. Бастысы маған керек осы еді ғой. Іштен шыққан жау жаман дейді қазақтың сөзі. Сол күн түнде ұйықтай алмадым, шыны керек. Намазында жылады маған. Менің Құдай қосқан жарым, егерде ол жезөкшеге барған болса, ол наркоман болған болса, бұл жерде тағы бір нәрсені сап кеттіңіз. Боди массаж деген нәрсе бар екен. Мен аузым бармай отыр айтуға. Қазірдің өзінде бір үйі жылқым бар. Оны мойындаймын. Болу керек болды да мен үшін. Көп нәрсенің ара-жігін ажыратып берді, былайша айтқанда. Айтатын жоқ. Денемнен бір үлкен салмақ түскендей болып отыр, ел халықтың алдында. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Сіздермен бірге мен журналист Жандос Темірғали. Құспамолла мешітіне келіп отырмыз. Қазір біз осы Атырау қаласының бас имамы Эммат Ғұмаровпен сұхбаттасамыз. Ассалаумағалейкум аға. Уағалейкум ассалам. Журналистердің арасында көңіл күйіңіз қалай деген бір жауырылған сұрақ бар. Бірақ мен сізге сұхбатты бастамас бұрын осы сұрақты қойғым келіп отыр. Өйткені анаңыз қайтыс болды, қабырғаңыз қайысып, қайғы жұтып отқан кезде артынан атыңызға кір келтіретін жалалар болды. Осыны қалай еңсеріп жатсыз? Соңғы уақытта Эммат Ғұмаровтың қал жағдайы, көңіл күйі қалай? Енді бисмилля, ассаламағалейкум. Әрине қиын жағдай болды. Анамның қайтқанына сол 7 күн толғаннан кейін бейітін салып, сол күні үйге келіп жатқанбыз. Енді қазақ болғаннан соң бауырларым жиып, шай су ішіп жатқан уақытында, сол 12-ден кейін сол хабар әлеуметтік желіден шықты. Енді ол бір үлкен анамның топырағы суымай жатып дейді ғой. Сол анамның топырағы суымай жатып, үлкен тепкі болды. Лашынның тепкісі секілді. Бірақ енді сол жерде бауырларым, ағайын туысқандарым, өзімнің Құдай қосқан жарым, барлығы да қасымда болып, жанынан табылған күллі достарым бар, жамағатым бар. Барлығы да сол ойда имамдар әріптестеріміз бар. Барлығы да былай айтқанда өздерінің көңіл күйлерін білдірді. Ешқандай мойымауымды, еңсеңді көтер, жақсы күйде бол. Әрине бұл енді өмір болғаннан кейін сөз ретіне барлық жақта осындай болатын ескертіп айтты сол жерден. Соған енді шыдап бағуға тура келді ғой. Сонымен енді әрі кеткенде бір 7 күндей құлазыған уақыттай болды енді. Сонымен 1-2 күндей әлеуметтік жүйенің гүлі болдық десек болады. Сонымен жаңағыдай сөзді әлеуметтік жүйені әркім іліп алып кетті ғой енді. Ішіндегі барлық нәрсенің барлығына сол тақырып қылып жазды. Бірақ енді Суретіңізді салды. Суретті салды. Жағы депутаттармен тұрғанымды. Енді бұл сол жазған адамның өзі де қайтадан телефон соғып, бұл мәрдімсіз дүния деп айтып, қайтадан өзінің мақаласын берді ғой енді. Бірақ ол адамға бір сондай ауыр нәрсе болатын білдік. Білдім де өзім түсіндім. Түсінікті аға. Оған қазір тоқталамыз. Бірақ мен мынаны сұрағым келіп отыр. Сіздің діни біліміңізге қатысты, Құраныңызға қатысты әңгіме айтатындар бар. Дінге қалай келдіңіз? Ілім білімді кімнен алдыңыз? Содан бастайық. Енді шынымды айтсам, бала кезімде біздер өзіміз әкеміз бен анамыздан дүниеге келген алғаш тұңғышымыз 1975 жылы дүниеге келдік қой. Егізбіз біздер. Менің егізімнің сыңары бар. Менен 15 минут үлкен. 15 минут.
Ол екеумізді сол 5-ші сынып оқып жүрген уақытымызда, ол енді Совет үкіметінің уақыты ғой. Совет үкіметінің қылыш қаны кәдімгі тамып тұрған уақыты. Сол уақытта 5-ші класс оқимыз. Сол 5-ші класста әкем өзімнің атам болатын үлкен Құзыр Жұмақаев деген кісі. Сол кісіге алып барған қолымыздан жетектеп. Әлі есімде. Сол кісіге алып барып, екеумізге әкемнің ассалаумағалейкум ата деп барды. Соған барып, жаздың уақыты, жазғы каникулға шыққан уақытымыз, сол уақытта алып барды жаңағы бүйтеді. Ата, мына екеуін дінге үйретіңіз. Енді айтып отыр, кәдімгі жасырында айтып отыр. Сүйек менікі, еті сіздікі деп айтып кетті. Әлі есімде сол. Деп ойлаймын, бұл не деген сөз деп. Соның бірінші күн барған уақытында жаңағы арабтың алфавитін сөндіріп алып барды. Жазып берді бізге. Ертеңін жаттап келдіңдер еді. Сонымен кетіп қалдық. Қайда ойын баласысың? Жас баласың ғой, кішкентай баласың. Соны ойнап жүрген уақытымда жаңағы алфавит жаттадым да, егізім сағат жаттамады. Сол ертеңіне сол жаңағы молда атамыздың алдына барған уақытымызда атамыз менен сұрады. Сол алфавитті айтып бердім. Әліп, би, ти, си деп. Одан жаңағы егізімнің сыңарынан сұрап еді, егізімнің сыңарын айта алмады. Сөйтіп егізімнің сыңарына жаңағы шыбықпен құйрықтан бір-ақ ұрған уақытында жаңағы егізімнің сыңары қашып кетті. Мен оқымаймын деп. Міне сол бастан сол имандылық жағынан, осы дін исламның жағынан әуелгі ұстазым, сол Құзыр деген атамыз, сол атамыздың қолынан үйрендік, сол атамыз бізді оқытты. Сөйтіп 1992 жылы мектеп бітірдім. 1993 жылы Түркия мемлекетіне кеттік. Сол жерден Құран хатип, Құранды оқу жөніндегі сол жерден оқыдық. Имам хатип курсында оқыдық. 95 жылы бітіріп, сол жаңағы сол курсты сол арада бітіріп, 3 жылдай оқып, сол жақтан келіп, имамдық қызмет атқардық. Ол кезде сол Балықшы ауданы, Гурьев облысы, жаңағы Атырау болып есептелді ғой енді. Бірақ сол Гурьев қаласы ғой енді сол уақыттағы. Атырау қаласы Балықшы ауданы болды. Қазіргі Дамба ауылының жағы Балықшы ауданына қарады. Сол жерде мешіт болды. Жаңағы дүкеннің есебінде мата дүкен сатқан дүкен берді. Соны мешіт қылды. Сол мешітке имам болып тағайындалып, сол 1995 жылдан бастап содан имам болдым. 99 жылы мысырлық арабтар келіп осы жақта Алматыда оқу берді, білім берді. Сол жерде де оқыдық. Одан кейін Ислам институты Алматыдағы. Одан кейінгі мынау күні кеше 2019 жылы Алматыдағы оқу орнын бітірдік, жоғарғы дінтану, яғни Әл-Фараби атындағы университеттің. Міне осы дін жолымыздағы еңбегіміз көптеген жаңағы семинарда, көптеген ілім алу жолдарында жүрдік. Міне енді сол жаңағы Құранның оқылуы, тәжбид, басқа да нәрселердің барлығын біз әуелі жас кезімізде түрік мемлекеттен оқыдық қой. Ар жақ барлығымыздың келер жері сол. Біз бірақ енді жастайымыздан осы дінге насихаттаған, дін жолында Құрандардың барлығына сүріп, әптиекті, жаңағы әліппені үйреткен ұстазымыз, ең әуелгі кішкентай кезіміздегі ұстазымыз сол Құзыр Жұмақаев деген атамыз біздің. Тағылған айыптарға жеке-жеке тоқталайық. Ашық болу үшін әңгіме. Сізді үйір жылқысы бар екен, түйесі бар екен деді. Бірақ бұл әңгіменің шығуына негіз бар шығар деп ойлаймын. Өйткені сіздің ұлттық спортқа қатысыңыз бар. Жаңа өзіңіз айтқан Дамба ауылында көкпар десе Эммат Ғұмаровтың аты аталады. Алғашқылардың бірі болып. Байсыз ба жылқыған? Аллаға шүкір. Енді бұл жерде мал жөнім жазған екен. 2011-2016-тан бастап жылқы ұстаймын. Оған ешқандай нем жоқ. Таласым жоқ. Қазірдің өзінде бір үйір жылқым бар. Оны мойындаймын. 15 бас айғырмен қосқанда дейді ғой. Ауылда 15 бас жылқым бар. Ол енді даланың түз тағы ғой. Үйде көкпардың атын ұстаймын. 4 ұлым бар, Алла бере салған. 4-еуі де жұмыс қызметтерінде, бірақ өзім бала кезімнен ат құмар болғандықтан
ат үзілген емес пенде. Көкпар шабылмастан бұрында да сол үйде ат болатын. Бала кезімізден жаңағы жетекке алатынбыз, колхоздың малы болатын. Өзіме жеке үйде ұстамасақ та, колхоздың малында жаңағы мінгі аттар болатын. Үйдің қасында әкемнің құрдасы болатын, сиыр бағатын. Соның атын ұрлап мінетінбіз, жаңағы ұрлап болғанда көрсетпей кетеміз. Баламыз ғой, балалық. Мен сол жаңағы құрдасым болды, сол әкемнің құрдасының баласы, бірге табиғат деген құрдасым. Соның әкесі мал бақты, колхоздың малын. Сол колхоздың малын баққан уақытында, сол кешке жақын келген уақытында әке деп алдынан шығып жаңағы атын сұрап алатынбыз. Сол атқа құмарлық басталды, сол бала кезімізде. Сол бала кезіміздегі құмарлығымыз өсе келе, енді оқып жүрген уақытымызда, жұмыс жасап жүрген уақытымызда оған ұстайтындай қолымыз бала уақыт болған уақытында ешқандай оған еш нәрсе жасалған жоқ. Содан мен бері қарата 2016-тан бастап үйге өзіміз үйлі күйлі болғаннан кейін мал жағдайын ұстау керек болды. 2018-де ұлым үйленді, ата болуға тура келді. Сол өзіміздің ізімізге қарасақ, шынымыз айтсақ, бір астымызға мінетін көлігіміз жоқ. Имамдылық жұмысымызды атқарып жатырмыз. Ауылда сол Жамбыл колхозында туып өскен жерімде 10 үй салдым. Сол 4 ұлым, соның үлкені үйлерім деген уақытымда жан-жағыма қарадым да, шыны керек. Жан-жағыма қарадым. Ал бала үйлереді, демат, нең бар дегендей бар ғой. Шынында қарасам, сатып ақша қылайын десем, не малым жоқ. Балам маған осындай, мен әке семья құрам деген уақытымда мен былай қарағанда жан-жағыма қарадым. Ештеңем жоқ. Жиған түгіңіз жоқ. Жиған түгім жоқ. Осыған тура келіп та, мал ұстауға. Сөйтіп, баламды достарымның арқасында әуелі Алла, екінші достарымның қазақ ешқандай несие алмастан, сол астымдағы бір көлігім болды сол уақытта. Алынған өзім жеке басыма, жай көлік. Соны сатып, той қылдым. Той қылғанда кәдімгі қазақтың бір тойын қылдым. Құда түсірдім. Құлсарда Ақбота адаймен құда болдым. Сонымен балаларын беріп, сол 2018-ден бастап мал ұстадым. Енді малының ішінде не бар? Маған өзіме бір пайда келтіретін нәрсе болу керек қой. Қой малын ұстай алмаймын. Оны таңертең ерте бағып кеш кіргізу керек, оны ұстай алмаймын. Жұмысыңыз бар? Мен жұмысым кедергі. Балалар оны бақпайды, біліп тұрмын. Балалардың әлі үшеуі аяқтанбаған, олардың сабақ оқулары бар. Содан не керек, сиыр малын бақтым, келіншегім сауат, сүтін сатады, майын сатады, қаймағын сатады дегендей ғой. Одан кейін осы кеше 3-4 жыл болды. Құдамнан 2 жаңағы түйе алдым. Сол түйем бар, 7-8 түйем бар, өсіп келіп жатыр, 4 жылдың ішінде көбейді, Аллаға шүкір. Міне, осы менің байлығым. Негізгі байлық менің ұрпағым. Балаларым, 4 ұлым, 2 немерем, 2 келінім, Құдайға шүкір 2 келінім бар, 2 немерем бар. Міне менің байлығым. Бір әйеліңіз бар. Бір әйелім бар. 2-3 айтсам тағы да ренжіп жүр. Әйелім бар, Құдайға шүкір. Негізі мен былай толықтай айтып өтейінші. Мен 1975 жылы Гурьев облысы ғой енді. Гурьев қазір атырау мынау. Балықшы ауданы колхоз Жамбыл дейтін жерде дүниеге келгем 1975 жылы. Әкем Сұлтанғали, шешем кешегі анам қайтқан Зияда деген анам. Мұғалім шешем, әкем балықшы. Осы отбасында дүниеге келдім. Осы отбасында дүниеге келіп, үлкен әжемнің қолында өстім мен. Әжесінің баласысыз ба? Әжесінің баласымын мен. Әжемді мама деп өттім. Өйткені менің шешемді күні кеше дүние салған шаға дейін Зияда Өмірзақовна деп кеттім. Өзінің ол сол жаңағы бегі сәулетінен, бірақ шынымызды керек айтатынмын Зияда Өмірзақовна деп. Өйткені ұстаз болды, маған сабақ берді ол кісі. Бірақ сол мамамызды кейде мама дейміз, кейде анам деймін. Бірақ енді қанша дегенмен менің кішкентай кезімде бағып өсірген жаңағы үлкен әжеміз болды, Жәмила деген. Сол Жәмила деген әжеміздің қолында өстік.
бірақ ол кісі мен бірінші классқа барғаннан кейін дүние салды. Сол уақытта да шешем алып кетіп жаңағы үйге әкем екеуі ұратын өмірде ондай нәрсені көрмегенбіз ғой. Сол кезде мен ашуланып айтатынмын. Шырақтарым асырап алған болсындар, мені үйіме жіберіңдерші деп, өйтіп ұра бергендерің не керек маған деп. Сондай ол өстік, сол жаңағы Балықшы ауданы сол уақытта Жамбыл колхозында дүниеге келдік. Менің бар сол байлығым, менің ұрпағым. Жиғаным, тергенім ұрпағым. Осы менің бірінші әуелі байлық, балаларым, немерелерім. Ал ендігі қосақ болған дүние дейміз ғой енді. Бүгін бар, ертең жоқ. Малдың аты, мен жаңағыдай әлеуметтік жазатқандай қора малы бар, 100 шақты түйесі бар. Өзі дамбы дейтін жерде жаңағы осы әлеуметтік жүйедегін естіп алғаннан соң жаңағы ауылда чатымыз бар. Көрген адам түйеңізді сұрай ма? Жаңатылап жылқышылар дейтін бар. Соның ішінде түйешілер деген де бар. Сол түйешілеріміздің барлығын қосқан уақытымызда 34 бекен сондай түйе шығады екен. Өзі бес-ақ жігітпіз. 100 түйені қайдан алды екен деймін ғой. 100 түйе болатын болса, бұл жерде жайлап өзіңнің шаруашылығында жұмыс жасау болады ғой. Шуат сатып. Әрине айтады. Түсінікті аға. Ауыр айыптар тағылды. Маған ең ауыр тигені әлеуметтік желіге шыққан кезде Атырау қаласының бас имамы Анаша шегеді екен, Анашамен қосып Насыбай шегеді екен, жеңіл жүрісті қыздарға барады екен деген болды. Шынын айтайын. Бұны сіз өзіңіз қалай қабылдадыңыз білмеймін, бірақ оқу отырған маған ауыр тиді. Бұл жерде тағы бір нәрсені сап кеттіңіз. Боди массаж деген нәрсе бар екен. Мен аузым бармай отыр айтуға. Шыны керек, енді үлкен жала. Жаңағы бір бауырым айтады ғой. Имам ағамды өзі имам бола тұра, бірақ мынаны бір жазған адам имансыз ба, не адам деп айтуға, атеист ба, қалай деп айтсам ба, тілім бармайды, бірақ имам бола тұра мынандай нәрсеге, мынандай күнәға барып жүрген адам қалай имам болады ол деп. Не? Егер де ол наркоман болатын болса, анаша шегетін болса, ол егер де жеңіл жүрісті болатын болса, жезөкшелерге барып, боди массаж дегенге баратын болса, қалай жаңағы Насыбай деген ататын болса, онда не болғанды болды. Онда Құдай сақтасын, менің жүрегіме ауыр тигенде сол. Өйткені менің Құдай қосқан жарым 25 жыл жанымда ғой, қалай қабылдайды екен ойладым да осы. Қалай қабылдайды екен деп. Сөйттім де сол күні, ертеңіне мен сол күні түнде ұйықтай алмадым, шыны керек. Бірақ ол да жарымда анау мен өзімнің бөлек жеке бөлмемде отырған жерімде ұйықтап қалыппын. Құран оқып, намазымды оқып, Құран оқыған жерімде ұйықтап қалыппын да, ол өзінің енді ұйқы деп ұйқы болған жоқ. Отырып ұйықтағанда не болсын? Құдай қосқан жарым ол сол жатын бөлмеде түнімен ұйықтамаған ғой. Ауырған ғой, былай айтқанда. Менің Құдай қосқан жарым, егерде ол жезөкшеге барған болса, ол наркоман болған болса, ол боди массажға барған болса, мен неліктен білмеймін. Еді болмаса мынадай 4 бірдей азаматы, ұрпағы Алла бере салған қандай күйде аппақ болып дүниеге келді, олардың ешқандай ауру сырқаты жоқ. Барлығы да Құдайға жақын, анасымен, әкесімен бірге намаз оқиды. Иманды азаматтар, бұлар қалай келді өмірге деген секілді күйзеліс болған ғой, Құдай қосқан жарымды. Мен соны ойладым бірінші. Содан кейін таңертеңінде таң намаздан соң тұрды, қасыма келіп намаз оқиды. Намазында жылады маған. Жаным, мынау нәрсеге ішіндегісіне қойшы, енді бұрында сен анау Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа сәжде қойған имам деп шықтың. Басқа да нәрселерді жазды. Енді мына жердегі ауыр тиіп отқан мен үшін жезөкшеге боди массаж дегеннің өзін білесің бе, жаным-ау, деген уақытта мен шыны керек, боди массаж дегеннің не екенін білмейді екем. Сонымен екеуміз қосақтасып отырып, YouTube каналын ашып қарадық қой. Сөйтсем ол интимный массаж екен ғой.
Мен оны білмейді екенмін, шынымды айтсам. Өмір жолықпаған нәрсем, өмірі оны әлеуметтік жүйеде бір естісем, балдардан естісем, бір ойлайтынмын, массаждың түрі болар деп. Оны да естімеген. Сөйтіп, сол нәрседен өтіп кеттім де. Менің ол сол Құдай қосқан жарым Самиға ол ойлаған ғой, менің жан дегенде жалғыз жарыма анасы осындай болып отқан уақытында қалай болады деген ана жаққа деп кірмеген ғой мен қасыма. Мен ойладым бейді, мына сөздің жақсы енді басқасына құлшылық ғибадатына тіл тигізсін, Құран оқуы бөлектесін, жақсы, жасың елуге жақындады. Аузыңдағы тістеріңнің біреуі жартысы протез болса, жартысы жаңағыдай түсіп қалған, мүмкін қателігі болар. Бірақ мына жабылған жада жақсы малың бар екенінде ақиқат. Енді бірақ мына жалаға мен қалай болар екен, оған соққы болды деп сіздің кабинетіңізге кірмегенім сол деді. Мен сен отырған жаққа мен қазір не айтамын деген нәрсе болды деді. Таң намаздан кейін отырып екеуміз. Мен сенімен біргемін деді. Бастысы да осы еді. Бастысы маған керек осы еді ғой. Жаным, анаңның артындағы ең өзіңнің жылап сықтап отырған уақытындағы мен сенің ауру болып қалмасыншы анаңды қанша дегенмен жақсы етіп бағып қаққанмен де бір айдың ішінде анаң кетіп қалатынын білген жоқпын мен. Бірақ кетті. Сол үйге келген уақытында 2 күн бойы жанына қасында дем салып Құдайға тапсырдым ғой. Мен енді ол нәрсе үшін мен сені барлығымыз, өйткені мен отбасымда мені барлығы да алдына салады. Бауырларым да, Құдай қосқан жарым да алдына қояды. Шал кемпірдің баласы ғой деп. Туған туыстарымның өзі де осы алдына қояды. Дін қызметкерісің, бауырым, осы сөзің сенің бір тұғырлы сөздерің бар, жақсы нәрселерің бар, айтулы әңгімең бар деген сияқты алдыма қояды. Сондықтан апаларым да, ағаларым да, жарым да осы нәрсе үшін қиналды да. Менің де қиналған жерім осы болды. Бірақ енді бұл мен әйелінің алдында бүйтіп, балаларының алдында, туған туыстарының алдында өздері қой бұл, жаңағыдай сенбейсіңдер ғой деген нәрсе ақталған жоқ. Неге? Өйткені Алла білуші де барлық. Өйткені менің бұл нәрсе ғұмыр бойы 30 жылдық еңбегімде бұл нәрсе болмағанда өйткені. Бұл нәрсе болмаған, болмайды деп ойлаймын, Құдай сақтасын. Қанша шайтан азғырса да, бұл нәрсе болмайды деп ойлаймын. Болмай-ақ қойсын. Болмай-ақ та қойсын. Денем шымырлап кетсін айтайын. Менің ең күйзелгендегі жерім осы болды. Бір апта қатты күйзелісте болдым дедіңіз. Бір 7-8 күнде күйзелісте болдым. Бірақ сол 7-8 күнде барлық уақытта да дос керек екен. Достарымның барлығы жанымнан табылды. Ағайын туысқандарымның барлығы жанымнан табылды. Қандай жерде жүрсем де Иманғали Нұрғали ағамыз айтқандай адамға дос керек. Дос алып шықты. Барлығында достарым алып шықты. Бұл қараңғы түнектен алып шыққан достарым, ағайындарым, бауырларым, көкіректерін отқа қоя білген, оққа қоя білген достарым бар екенін білдім. Ағаларым бар екенін білдім. Соның ішінде жаттан жақын болған достарым, жамағатым айтып тұрғанда. Бұлай айтқанда жамағатым, шәкірттерім. Жамағат демекші, мынау шықты ғой, желдегі
жазбада осы жамағаттың арасынан шығып жатыр екен осы әңгімені. Таратушы осы жамағат екен деп хаттың соңында да солай жазып қалдырған. Мен ешкімді қаралағым келмейді. Және бұл ауыр айыпты қайта тырнап, мен сізге бір қайтадан күйзеліс сыйлағым да келмейді. Бірақ анық болсын деген мақсатта. Іштен шыққан жау жаман дейді қазақтың сөзі. Бұл ешқандай жамағатым емес. Артында кім тұр деген сұрақ қой. Бұл ешқандай жамағатым емес. Бұл мешітімдегі қызметкерлерімде емес. Әріптестерімнен ондай көрмеймін. Өйткені елдің ішінде үлкендерден, имамдардан Мақсұт дейтін ағамыз бар. Алғабастағы мешіттегі имам. Содан кейін солардың өкшесін тіреп қатқан біздер. 50-ге таядық. 30 жыл осы жерде қызмет сала, дінде сала қылдық. Еңбек қылдық. Бұл бір ләпіріп жүрген адамның, былай айтқанда, Құнанбайдың ұлы абай айтады ғой. Бұл өмірде мені таяқ жеген нәрсем бұл надандық деп. Бұл не деген тобырмен кеткен қазақ еді. Бұлардың қай-қайсысын айтса да түсіндіре алмадым дейді ғой. Сол секілді бір наданның жазғаны да. Оның артында кім тұр? Кім әсер беріп ол кісіге жаздырып жатыр? Барлығын қоя қойдым мен. Аллаға тапсырдым. Заңға жүгінген жоқсыз, Құдайдың сотына тапсырдыңыз былайша айтқанда. Заңға жүгінген жоқпын. Қаншама дос заңгерлерім бар. Атырауда, Астанада, Алматыда, Оралда, Ақтауда, барлық жерде де достарым бар. Барлық айтты заңгерлерім, адвокаттар. Барлығының да айтқаны берейік кемеге. Осылай, ол кісінде жаңағыдай айтайық деген сияқты. Бірақ мен айтқам, қияметке қалдырайық. Алланың алдында жауап береді. Білген тұрғандарымыз болар, бірақ жазасын Алла берсін деген. Өйткені бұл болу керек болды да мен үшін. Көп нәрсенің ара-жігін ажыратып берді былайша айтқанда. Айтатын жоқ. Достың кім екен, туыстың кім екен? Мынау қазақта бір үлкен батыр болды. Жалаңтөс батыр деген, Жалаңтөс деген батыр болды. Сол аталуы себебі жауға шапқан уақытында ешқандай қолына қалқан алмай, қорған алмай, жалаң кәдімгі қылышпен шығады екен. Соның анасы дүниеден өткеннен соң, жауға шабарының алдында әскеріне қарап тұрып, менің қолыма қалқан беріңдер депті. Сөйтсе әскерлердің ішін, я батырым, біз бұған дейін сіздің қолыңыздан қорған ұстағаныңызды көрген жоқпыз деген уақытта, кеше ғана менің қорғаныш болып жүрген анам дүние салды деген екен. Бұл сөз мен үшін үлкен бір ақиқат сөзді. Анам өмірден өтті. Дұға қылушы, Құдайдан жәрдем тілеуші қорғаным өмірден өткеннен соң, мен әлеуметтік жүйеге паш еттім ғой. Міне, енді Мұса алейхиссалам айтқандай, енді дұға қылып жүр. Алладан көп дұға қылып, өткені ендігі қорғаның өзің, мен панамын, сенің панаң анаң дүниеден бақилық болды деген уақыттағы, бұл да қисада жаңағы есіме келеді. Ендігі менің сүйенішім, мен үшін дұғалатын анам, қорғаныш болатын анам жоқты. Осы нәрсе үшін білдім. Жәннатыңыз жоқ. Бекіренің ортасында отырсыз. Дамбы деген, мынау Совет үкіметі кезінен бастап болсын, қазір кезде де балықтың отаны. Бірақ көп адам жей бермейді ол дүниені. Жиі жейсіз бе қызыл балықты, қара уылдырықты? Неден шығарып отырғанын түсініп отырсыз ғой. Біз тағы бір жаланы ұмыттық. Әлеуметтік жерде сол нәрседен. Бұл нәрсе қайдан алғанын білмеймін. Қазір мына қара уылдырықты икра дейміз ғой. Бала кезімізде тойып жегеннің біреу біздер. Мен көрмедім тіпті. Ол ертеректе болған дүние шығар тойып жеген. Біз енді былай айтқанда тойып жеп тойынғанның салдарынан түске дейін жейтін болсақ, сол түске дейін қалған жартыны мусорға төге салып,
қайтадан жаңасын жейтіндей заманда болдық біздер. Балықтың семізін жедік. Анау арық қызыл балықты жеген жоқпыз. Балықтың семізін жедік. Енді сол әлеуметтік желіде жазғанда оны жоға жаққа беріп тұрады, жаңағыдай жоға жақтағы мүфтиятқа сол балықты атпас етіп тұрады, жаңағыдай сояққа береді деген нәрсе бар. Құдай сақтасын, мен табу қиын ғой оны. Иә, табу қиын. Ол салмақ түгілі табу қиын. Тапқан күнде де оның бағасы білмеймін, қазіргі таңда қанша еттен қымбат болар сол. Еттен қымбат. Мен өзім үйде, шынымды айтсам, сатып алып жеушінің біреуі болдық қазір. Шыны керек, ауылда балдар қызыл балықты сатып жей аламыз. Ол да кейде болса ғана, көктемде болса, осы қазір күзде болса да, мысалға сол уақытта да болса ғана сатып алып жейсің. Ал қара уылдырықты ол сатып алуға сенің менің еңбек айлығым жетпейді оған. Еңбек айлығым, білмеймін, оның бір 200 граммына қандай болады екен қазіргі таңда. Кейде мына Маңғыстауға барған уақытта, Маңғыстауда туғандарым тұрады ғой, сол жерде дүкендер бар. Сол жерде барып жаңағы қарауылдықтың бәсін қараймын ғой. Сонда бәсін қарасаң жаңағы қарауылдықтың 100 граммы, шырағымы 25 мың ба, 35 мың ба, сондай. 100 грамм. 100 грамм. Ол 100 грамм жеген ол саған жұғым бола ма? Ал қара балықты ауласақ жейміз. Қара балық деп отырғаныңыз түсінікті болсын, сазан, жайыны бар, жаңағы сыласы бар. Қазіргі шығып жатқан жаңағы анау толстолоб дейді ғой. Дөу маңдай. Соларды жейміз. Сөздің шыны керек. Бірақ балық жіберген жоқсыз. Ешқандай уақытта да. Келген, қай қонақ келсе де, біздің Астанадан болса, Алматыдан келген қонақтар болса, Атыраудың танылуы, сондықтан икрасымен, балығымен танылғанда, мұнайымен, содан кейін Астана болдық. Сондықтан келгеннен кейін, келген қонағымызға мұнайлы жердің Астанасы онсыз да біледі. Келгеннен кейін қонақ жайлығың бар. Арқадан келген адамға оның арқаның әнімен жаңағы сәнін қоймайсың, или болмаса етін қоя алмайсың. Біздің жерде балық бар. Балықты асып береміз. Енді қызыл балық болмаса да қол жетімді сазаның бар. Қол жетімді жаңағы жайының бар, көксіркең бар. Осыларды қуырып, қазақтың қандай беш бармағы болсын, балықтан асқан, неде болмаса сорпасы болсын, жаңағы уха дейді ғой. Сол нәрселермен жасап, сатып алып, тазалатып, мейрамханаларға беріп, біздің жергілікті жердің аспазшылары оны керемет қылып дайындайды. Соған дайындатып беретініміз рас. Дәм ретінде алдына береміз. Атырау десе ет іздемейді, балық іздейді. Балық іздейді. Ал егерде бізден жаңағы үйімізге барғаннан соң жеңгелерің бар, келіндеріміз бар, бір балықтан ауыз тисеңіздер, қазір барлығы да түгелдей қол жетімді шауып барамыз да, кішкентай ғана балықтарымызды жаңағы сырты ашылған, жаңағы ысталған түрі бар, кептірілген түрі бар. Осыдан әлі кеткенде бір 4-5-еуін аламыз, пакетке ораймыз да, чегін алып, коробкаға салып, бірге дәм болсын деп береміз. Ал енді жаңағыдай әлеуметтік желіде жазғандай қызыл балықты ай сайын жіберіп тұрады, қарауылдықты жіберіп тұрады. Ойбай-ау, сол қарауылдықтың қызыл балықты табуға небет қой қазір ол. Табу қиын. Қиын ол. Мүмкін қол жетімді жерлерде сатып тұрған бірақ ананың ақшасын көрсең, менің бір айлық еңбек ақым 95 мың теңге, 95 мың теңге аласыз ба? 95 мың теңге 2022-ден басталдық біздер. Оған дейін? 55 мың болды. Құдай деп айтайын, 55 мың болды. Және біз 3 ай кешігіп бар боламыз. Неге? Өйткені осы жерде қызметкерлерімнің бәсін еңбегін беруім керек. Біз сөздің шыны керек, негізі ақиқатында сондықтан ғой мен жаңа қиналып мал ұстап жүргеніміз. Оған ешкім дінде кедергі емес қой. Жоқ, кедергі емес қой енді. Жаңағы сол өзіміздің жалақымыз соған киінесің бе, неде болмаса жаңағыдай басқа нәрсе жасайсың ба, оны көріп астыңа мініп жүрген бір
орыстың машинасы бар, соған жаңағы қосалқы бөлшек саласың ба деген секілді ғой. Осы нәрселерді қайсысын жасайсың деген секілді. Сондықтан оған сол үшін қосымша қаржы табу керек болады. Енді қазір Құдайға шүкір, алхамдулилля, келіншегім үйде жаңағы Құдай қосқан шеркешім немересін бағады, жаңағы балабақшаға апарады. Ұлдарымның екеуі, біреуі ойда 4 ұлдың ең кенжесі оқып жатыр, 10-шы сынып. Одан кейінгісі колледжде оқып жатыр. Жаңағы агросалалықта ветеринарлық оқып жатыр. Малдарды емдейді. Малдарды емдейді. Қалған екеуі жұмыста. Үлкен ұлым бөлек тұрады, оны АНПЗ-да, мынау АМОЗ-де, Атырау мұнай өңдеу зауытында. Екінші ұлым неде? Өрт сөндіру жұмысында жасайды. Жұмысшы мамандықтар бәрі. Жұмысшы мамандықтар. Жетпеген солар жеткізіп жатыр. Келінді екеуі де жұмыс жасайды. Екеуі де Халел Досмағамбетов атындағы университетте ұстаз, екеуі де жұмыс жасайды. Енді менің сол ғой, ендігі рахаттанатын уақытым менің. Өйткені сол балаларымның әкелген напақасын мен ішіп көруім ғой. Құдайға шүкір, жаңағы айтқандай, ұлдарыма хафыз бол, имамдылық бол деп айттым. Бірақ менің көрген қиыншылығымды осы Алланың берген ризық нәсібесі ғой. Алла ризықсыз қалдырған жоқ. Алланың берген жақсылығын мен де оларға ұсындым. Бірақ айттым, бұл жолдың да қиыншылығы бар. Бұл жолдың да қиыншылығы бар. Дін жолын ұстанып жүру өте қиын нәрседе. Қазіргі таңда да. Сол уақытта, мен 95-ші жылы болмаса имам ғой, ол уақытта біз зарплат сұрау, неде болмаса үй сұрау, көлік сұрау деген нәрсе жоқ. Қазіргі ғой, университет бітіріп келгеннен кейін жастарымыз әуелі зарплатын сұрайды, үйін сұрайды, жүріп жүру, қызметін сұрайды деген. Біздің заманымызда уақытында ондай болған жоқ. Болды, отырасың осы мешітте, имам боласың. Халық үшін, дін үшін жұмыс жасайсың. Болды. Сол қалыпта қалдық та. Қазір мынау облысымыздағы Мұрат имам Ғазизов, Сағадат ағамыздың ұлы, мен қалып жатқан. Осы жердегі Мақсұт ағамыз ескіден көледен атқан балдар, жігіттерді. Міне, олар қиынның уақытында да қиын, жаңағы уахабистердің келетін заманындағы қиыншылықты мешіттің ішіне жаңағыдай алаң салып атқан уақытта да өткен адамбыз. Осылардың барлығын көрдік та. Біз қаржыға, не болмаса, анау үйде балаң ауырып жатыр ма, оның ішіп жеуі қалай деген нәрсеге тоқталған жоқпыз. Шынымен тоқталған жоқпыз. Мә осы баланың қалай өсіп кеткенін білмей қалдық қой. Мінекей. Ендігі заманымыз, ендігі уақытымыз тыныш болсын. Қазір ел барлығы да қолға алып жатыр ғой. Имамдардың жалақысын қарап жатыр. Аллаға шүкір, алхамдулилля, жақсы өздеріне қызметтерін қабылдап алып жатыр. Дін үшін қызмет қылып жатыр жастарымыз. Осыларды тәрбиелеу керек болып жатыр қазір. Осы мешіттерде қастарымызға орынбасар қылып алып, басқа да қылып алып, жұмыс жасауға тура келіп жатыр. Соларды тәрбиелеуіміз керек. Дінге қызмет қылсын соларды. Жақсы. Біз барлық айыптауға нүкте қойдық деп білем. Барлығына жауап бердіңіз. Менің ойымша қалдырған жоқпыз. Ешқайсысын. Енді мына отырған мешітке келейік. Бұл жай мешіт емес, тарихы бар мешіт. 70 жылдан астам болар, е? Биыл 70 жыл. 70 жыл тарихы бар. Сіз береке орнаған жерге Құдайдың қалауымен құт әкелдіңіз тағы да. Олай дейтінім, бұл мешіттің екінші тынысы ашылып, қайтадан салынды. Қандай жаңалық бар Құспан-молла мешітінде? Және алдағы уақытта мен мына жағынан құрылыс көріп отырмын. Жамағатыңыздың игілігі үшін салынып жатыр ма? Әлде Ұзынқұлақтың айтып жатқан садақа өткізетін жер ма? Соны айтсаңыз. Бұл мешіттің тарихы 1954 жылы ашылған ғой. Ашылғанда мешіт болмаған, бұл үй болған. Соны Құспан атамыз сатып алған. Құлшылық орнына алған. Сөйтіп ол кісі қайттан сотталып кетіп, қайттан 56 жылы босап келіп, мешіт қылынған. Сол 54 заманнан бастап бұл жерде кішкентай үйшік болды.
Сонымен заманның уақытында Атыраудағы облыстағы бірақ мешіт болды. Сол мешіттен 2003 жылы, сол мешіттен біздер осы мешітте бала кезімізде келетінбіз, қарттардың қызық қылықтарын, айтқан уағыздарын, насихатын барлығын естіп өстік біздер. Тонау Абай Зарипов деген атамыз болды, мешіт облыстың имамы сол уақытта. Солардың, үлкен қарттардың барлығын көрдік. Солардың қасында жүріп тіпті. Мынау бізде Иманғали мешітінде Кәкимжан деген ағамыз бар. Былай қарасаң, сол қарттардың сөйлеген сөзін, айтқандағы насихатын, былай айтсақ, қимылдарының барлығын салып отырды. Осы жерде шыққан адам ғой ол да. Ол да осы жерде шыққан. Сол мешітімізді күні кешеге дейін облыстың мешіті осы болғандықтан, сол Абай атамыздан кейін Серғазы ұстазымыз, Серғазы имам ағамыз келді. Одан ол кішкене жаңартып, ішіндегі пештерді алып, бір жерден от жағатын қылды. Жаңағы сол уақыттағы жаңағы дизтопливо дейді ғой. Соны әкеліп, содан кейін 2000 жылы 5 мамыр күні Иманғали ағамыздың айтылып, жаңағы тапсырылуымен айтқан, салған ісімен Иманғали орталық мешіт ашылды. Бұл қала мешіті болып қалып, 2003 жылы мен облыста найып имам болып жүрген жерден 2003 жылы осы жерге тағайындалып, 2007 жылы қайттан тағайындалып, осы жерге имам болып келдім. Ол кезде не бар еді? Ол кезде кішкентай шағын 280 адамның орын бар еді. Намаз оқитын орын. Сосын кішкентай медресесі болды, дәретханасы болды. Сөйтіп 2018 жылы, 17 жылдың аяғы, 2018-дің басында осы жердің барлығын түгел бұздық та, жаңа заманауи үлгіде 8 айдың ішінде мынау кәсіпкер ағамыз бар, Махмуд Биралиев деген ағамыз. Сол кісінің қолдауымен дейінші, сол кісіге барып айтқам, сол кісінің қолдауымен қаржы берді. Тағы да жігіттер. Мынау атамыздың, Құспан деген атамыздың ұрпақтары. Олар да көмек біледі. Және де сол Атыраудағы белсенді деген. Мынау Талғат ағамыз бар. Идеалдың жағы басшылары. Ибрагим ағамыз бар. Тағы да Талғат деген ағамыз бар. Мынау осы жерде қызмет атқарған. Және де осы мешіттің жылу жүйесін әркім өздері көтеріп болды ғой. Жахан Атырау, Еркін бар, барлығы түгелдегі 8 айдың ішінде осы мешітті тұрғызып, 280 адам орынды ғой, соны 1150 адамға сыйымдылығында қазір мешітті тұрғыздық. Фантастика былайша айтқанда, айтатын жоқ. 8 айда. Заманауи үлгіде әжетханасын, медресесін ішінде сабақ оқитын, сауат ашу курсын дейміз ғой, сауат ашу орнын, жаңағы орынбасарларының отыратын бөлмесін, асхана, тағам пісірілетін жер, әйелдер, ерлер, дәретханасы, намазханасы барлығы жасалды. Қыста жылы, жазда салқын, осы үлгіде жасалды. Келген, далада қалып қойған, әлгі айтады ғой, былай айтқанда, жолаушы дейді, болмаса қаланың ішінде жүріп жаңағы ішіп қалып қойған жаңағы енді ағаларымыз болады, аталарымыз болады ғой, енді жаңағы бомж дейді ғой, солардың өзін қабылдайтын жер жасадық қой біздер. Әлі бар сол. Кейде далада қалып қойса, соларды әкеліп, қыстың уақытында әкеліп тастап кетеді полицейлер. Соларға тамағын беріп, жуындырып, енді душа бойы жаңағы моншасы дегендей барлығын саттық. Міне 8 айдың ішінде осы нәрсеге қол жеткіздік біздер. Міне жамағатымыз риза. Осы нәрсені істедік. Ал қазір? Қазір енді мынау артта жасап жатқан орынды, бұл артымызда бір үйдің орны болды. Оның егелері қайтыс болып кеткен екен, бірақ қызыменен күйеу баласына қалдырып кеткен. Оны 12 миллионға сатып алдық сол жерде. Ол да бір жамағаттарымыз алып кетті. Сөйттік те, міне қазір 35% жұмысы қалды. Ол жерде де мешіттің залы қылып, мінекей арасын қосып, ол жерде де намазхана орны қылып жатырық. Жақында ашылады. Жақында ашылады. Биыл мешітіміздің
70 жылдық. Бұл мешіттің 70 жыл. Мен естідім шет жағасын. Бұл жаңағы қосымша салынып жатқан жаңа мешіттің нысанының іші көп мешітке ұқсамайды деп. Бұл мешітті қазақ үрдісте істеп жатырмыз. Жанның барлығын кереге қыламыз. Ортасына şu төбеге шаңырақ қыламыз. Жан жағының бәрі шаңырақ кейпінде келетін жаңағы мынау жарық шамдарының үлгісі сондай үлгіде болады. Бұйыртса кілемдердің барлығы осы түрік мемлекетінен келіп жатыр. Бұлай айтқанда дін мен дәстүрді ұштастыру бағыты бойынша бұл залдымыз. Бірақ намаз барлығы да бірдей оқылады сол жақтан. Рахмет аға. Біз сұраймыз деп келген дүниенің бәрін сұрадық. Алып қосарыңыз бар ма? Енді алып қосарымыз не айтсақ болады? Уақыт мерзімі, бұлай қарасаң, адамға бір жеп қараған уақытында бір зулаған уақыт, өмір. Адам өзі үлкейе келе жан жағына қарайды. Сол жан жағымызға қараған уақытында бір елге пайдалы іс жасасам екен дейді. Сөйтіп ойлайды екен өзі де. Сол жамағатымызға, халыққа, елге деген жасаған ісіміздің ел, халық осының бір жақсылығы білсе деймін. Амин. Ертеңгі ұрпаққа сенің молаңа келіп түкіретіндей емес. Келген уақытында бір осындай еңбегі бар еді деп шаңның тозаңындай бір қалдырған ісіміз болса да соны айтса екен деймін. Осы орынды маған Алланың қалауыменен берді, бас имамдылықты берді ғой. Ол да Алланың қалауы, адамның қалауы емес. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның құрметті өзінің құтпа айтатын, уағыз ететін мінбері. Осыны аманат қылып кетті. Осы аманатты аманат ретінде ұстау. Енді бұл орынның өзінде өзгеге табыстағаннан соң Алланың қалауыменен де соны ел, халық жаман жағымнан емес, жақсы жағынан айтса екен деймін. Өйткені титтей де болса, шаңның тозаңындай болса да, істеген еңбегімізді ел бағаласа екен дейміз. Осыны жастарымыз білсе екен дейміз. Маңдай терімізді төктік пе, төкпедік пе, қияметте сауабын көреміз. Мүмкін, қателік істемейтін пенде жоқ. Істеген, ашумен айтқан, мүмкін бір ашуланып жастыққа салынған уақыттарымыз болар. Болмайды емес. Бірақ адамның бұл өмірдегі істеген ісін жоққа шығарғанды жақсы көрмейді екен адам. Осы нәрсені білгім келеді мен. Осы нәрсені білсе екен деймін және. Біздер заманның уақыты қиыншылық уақыттан өттік. Әлде де қиыншылықтар болар алдымызда. Кешегі пандемияның уақыттарында. Бір үйден 7 өлім шығарған уақытта. 5 өлім шығарған. Өзіңіз жүрдіңіз ғой басқасында. Өзім жүрдім соны. Сонда айтқан жаңағы нем бар, өзімнен айтқан сөздерім бар. Имамдарымыздан айырылып қалдық. Қазақтың төбе басында қалып, өзінің анасына топырақ салмай тұрған, топырақ салмаған ұрпақтарымызды көрдік. Балаларын көрдік. Имамдарымыз қаншасы көз жұмды. Ауырып, ұстаздарымыз кетті. Өздеріңіз білесіздер, Сарыағаш жаңағы медресесінің Абдуғаппар тамырын былай айтқанда қалаушы Абдуғаппар ұстаздарымыз кетті, баласы кетті. Біз олардың қасында былай айтқанда кешегі дәуірде Абылайды таққа отырғызып хан етіп сайлап Абылай өлгенде де қазақтың сағы сынған жоқ. Оның қасында біз кімбіз? Біздің де өмір сүретініміз хақ. Бірақ осыны ұрпаққа деп, дін үшін ұрпаққа деп қалдырған ісімізді бұл орыннан жайымызға кетсек те, тыныштығымызбен кетсек дейміз.
міне жасымның енді 50-ге таяп қалдық, бір жылдай қалды ғой енді. Соған таяп қалған уақытымызда ел халықтың алдында абыройлы болған жақсы көреді екенсің. Өйткені менің ұрпағым, өзімнен өрбіген ұрпағым, менің әкем, менің атам, менің бабам деп ертеңгі күні менің басыма барып дұға қылсын. Менің анам алдын құрсақты осындай бір адамды дүниеге әкелген бет деп айтпасын. Осындай тұлғаны әкелген екен ғой деген тақырыпты айтсын да. Міне осы барлығымыздың да іздейтініміз. Сондықтан көп көргеннен, естігеннен алып жүрген ғибратымыз осы. Басқа ешқандай алып қосарым жоқ. Сізге рахмет. Сізге де рахмет. Алла тағала жылатпасын біздерді. Қанша адамға жұбаныш болдым, қанша жастарымызға жұбаныш болдым. Өмірімдегі жастарымызды қостық. Қосылмай мен өмірден ажырасамыз, екеуміз деп келген жастарымыздан қаншасына себепкер болдық. Барлығы да Алланың қалауы. Алла тағала өзі сондай бір адамға жібереді ол адамды. Олардың көңілін қайтару мен үшін үлкен күнә. Сондықтан бүгінгі күнде осыны Жандосжан ақиқатын шешу үшін Алла мүмкін сіздерді маған жіберген болар. Бұған да ризамын. Бұның да бұл мен үшін үлкен бір денемнен бір үлкен салмақ түскендей болып отыр. Ел халықтың алдында білсін, ел халық білсін. Бірақ білет деп төлеймін, барлығы да 100% бола қою адамда болмайды. Әркімнің артынан сөз де келеді, көз де келеді, тіл де келеді, барлық болатын нәрсе. Сондықтан Құдайым халқыма дініме бірлік, халқыма ауызбіршілік пен ынтымақ берсін. Патшамызға Алла сабырлық берсін. Қазақтың елі қияметке дейін мынау егеменділігі тұғырлы болсын дейді ғой. Мықты болсын. Амин. Айтқаныңыз келсін аға. Алдымызда сіздерде ағаларымыз бар. Біздің осал болуға хақымыз жоқ. Біз расын айту керек, бір жараның бетін тырналау үшін, не болмаса айыптың үстіне айып тағу үшін келгеніміз жоқ. Ақиқатты білуге келдік, және білдік деп ойлаймын. Алланың үйінде отырмыз. Жақсы әңгімелер айтылды. Көп дүниені таразыға салдық. Және оның нақ дәлелін таптық. Менің өзім пайымым сол. Қалғанын көрермен біледі. Алла абыройдан айырмасын. Деніңізге саулық берсін. Діни исламға қуат берсін. Істеп жатқан ісіңіз берекелі болсын. Айтады ғой, жаңа ағаштың көркі жапырақ, мешіттің көркі жамағаты деп. Жамағатыңыз аман болсын. Амин. Жақсы күнде жолығайық. Ассаламағалейкум. Уағалейкум ассалам. Жылқыңыз үйір-үйір бола берсін. Амин.